Сәлем достар, бүгін бізде HTML-ден 5-ші сабақ. Бүгінгі біздің сабағымыз өте қызықты болады, себебі біздер сурет, аудио және видео қойып үйренеміз. Бұл сурет, видео, аудио деген солар сайттарда өте маңызды заттардың бірі. Сол үшін бастайық. Мен үшеуін дайындап қойдым, сурет, аудио және видеоны дайындадым. Енді біздер бұны осы папканың ішіне саламыз. Сайтымыздың HTML код жазылатын жерге. Мына жерге үшеуін қойдым. Біздер индекс HTML аштық. Notepad++те. Енді біздер бірінші аудионы жазып бастаймыз. Аудионы қоюды. Аудио деп жазамыз. Және CRK, яғни source деген сөз. Мына жерге біздер аудионың тұрған орын жазамыз. Бізде біздерде audio.mp3 деп тұр. Солай жазамыз. audio.mp3. Енді мына жерге біздер контроль деп жазуымыз керек. Аудиода бұл өте маңызды. Қазір мен сіздерге барлығын түсіндірем. Аудио контроль деген нені білдіретінін. Аудио тегін жауамыз. Енді қараймыз. Сақтадық. Біздің индекс HTML-ға кіреміз. Бізде мынадай не пайда болды. Мына жерде play кнопкасы бар, және де өзгерту, бұлай өзгертуге болады. Қазір дауысын азайтайық, себебі дауыс қатты шығып кетеді. Сол үшін play басамыз. Бізде музыка ойнады. Мынандай музыка таңдаған себебім авторский право деген бәле бар. Сол себепті осындай музыканы алдым. Алдына параграфты салып кетейік. Қазір себебі астына видео және де суретті қоямыз. Сол үшін параграф тегін жазамыз. Келесі бізде тег ол нені жазса екен? Image. Суреттегі, яғни суретті салу. Суретті сайттың бетіне қою. Суреттің тұрған орнын біздер жазамыз. Суреттің атын, яғни мына жерде бізде image.png деп тұр. Солай жазамыз. image.png. Бұған ешқандай контроль керек емес. Тек осылай жазамыз. Image жабамыз. Сосын параграф жазамыз. Жабамыз. Қараймыз. Міне біздің суретіміз пайда болды. Енді бізге мынау кәдімгі суреттің өзінің размері болып тұр, қазір тұрған. Біздер бұны кішірейтіп үлкейтуіміз керек, өзімізге қалаған размерде. Ол үшін біздер білетіндей width, height тегтерін қолданамыз. Width деген ол ені. Бізде ені мысалы 180 см болсын. Пиксель, яғни. Сосын height ұзындығы бізде 180 болсын. Қараймыз. Кішірейді, аздап болса да. Сол үшін біздер бұны тағы да азайтып кішірейтеміз. 130. Міне. Ал егер бұның размерін тым үлкейтіп жіберсе, бұл өзінің размерінен үлкен болып, жаңағы пиксельдер разрешениесі азайып кетеді. Сол себепті көзге жағымсыз болып көрінеді. Міне, қараңыздар. Мына жерлер бұлдырап тұр. Сол себепті өзінің размерін кішілеу немесе өзінің размерінде тұрған жақсы. Мында 130 деп қоямыз. Сақтаймыз. Сақтау бізде мынаны басамыз, ұмытып қалмасаңыздар, немесе Ctrl+S, Ctrl+S. Болды. Келесі бізде ол видео. Видеоны қою үшін бізде видео деген тег қолданылады.
видео CRK, видеоның атын жазамыз мына жерге. Бізде video.mp4 деп тұр. Міне video.mp4 деп тұр. Солай жазамыз. mp4. Бұған енді қазір мен сіздерге түсіндірем. Мына жерге енді видеоны жабамыз. Қараймыз. Бізде видеомыз шықты. Ешқандай қосып өшіріп, звук ештеңе шықпайды. Оның себебі мынадан. Ол үшін біздер мына жерге контрольс дегенді жазбадық. Сол себепті жазуымыз керек. Контрольс деп жаздық. Енді қараймыз. Бізде міне пайда болды. YouTube-та аздап құсайды. Google-дың браузері. Звукты типа YouTube сияқты, енді YouTube Google-ға кіреді, сол себепті соған ұқсас қылып істеген. Енді бұның да размерін азайтып, кішірейтуге, үлкейтіп, кішірейтуге болады. Ол үшін біздер тағы да with, height тегтерін қолданамыз. Оны тек көшіріп алсақ болды, сөйтіп былай жазамыз, өзгертеміз. Мына жерге 200 деп қоямыз, ұзындығы. Ал енін 250 деп қояйық. Қараймыз. Бізде кішірейді. Бұл енді өте керек тектер. Бұлардың енді орнын ауыстыруымыз керек. Мысалы, мынаны ортаға қойып қою керек, мына бір шетке қою керек, мынаны осы жерде тұру керек. Ол үшін біздерде параграф дегеннің ішіне алигін деп жазамыз. Алигін ба білмеймін. Алигін осының ішіне видеоны біздер центрға қоямыз. Центр, яғни ортасы. Тағы да параграфтың ішіне алигін. Бұны оң жаққа қоямыз. Right. Так, мына былай көшіріп алайық. Ctrl-C. Мына жерге Ctrl-V. Бұл left болады. Сол жағында тұрады. Міне, өз орнында тұр. Оң жаққа қарай кетті. Өте жақсы тектер, керек тектер. Барлығын центрге қоямыз. Енді қараймыз. Барлығы ортасында тұр. Қосып өшіріп, звугын азайтып, өшіріп тастауға да болады. Осындай міне жақсы 3 аудио, видео, сурет қоюдың 3-тегі болды. Бізде бүгінгі сабақ аяқталды. Достар, егер видео сіздерге ұнаса, лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, каналға жазыламыз. Және де колокольчикті басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.